13-ші дәріс. Дүниежүзілік мұхит және оның ластануы. Дүниежүзілік мұхит ауданы жер бетінің 361,1 миллион километр квадрат көлемін алып жатыр. Мұхиттың суы гидросфераның барлық массасының 96,5%-ын құрайды. Дүниежүзілік мұхит жердің үзіліссіз су қабаты. Яғни дүниежүзілік мұхит бір-бірімен байланысып жатырған су массаларынан тұрады. Осы үлкен су массаларын мұхиттар деп атаймыз. Дүние жүзінде қазіргі кезде 4 мұхит белгілі: Тынық мұхит, Атлант, Үнді және солтүстік мұзды мұхит. Кейбір ғалымдар Антарктидаға жақын Атлант, Үнді және Тынық мұхиттың бөлігін олардың ерекше динамикалық және термикалық режиміне байланысты оңтүстік мұхитқа біріктіру керек деп санайды. Үлкен су массасы мұхиттар жер бетінің жылу режиміне әсер етеді. Яғни планета көлемінде су реттегіш және жылыту қызметін атқарады. Мұхит суында Менделеев кестесінде кездесетін барлық дерлік элементтер кездеседі. Яғни дүниежүзілік мұхиттың орташа тұздылығы 35 промилле. Яғни 100 килограмм теңіз суында 35 килограмм тұз бар деген сөз. Ерігіш тұздардың басым бөлігін хлоридтер, соның ішінде натрий және магний хлоридтері 88,7%, сульфаттар 10,8%, карбонаттар 0,3% және басқа да қосындылар тұрады. Тұздылықтың ең көп мөлшері Қызыл теңізде байқалады. Гидросферада 3 қабатты бөліп көрсетеді. Бірінші, беткі қабат 200 метр тереңдікке дейін. Бұл қабатта фотосинтез процесі жүруі үшін жарық жеткілікті. Су ортасы қозғалғыш, толқындар, ағыстар түзеліп, тұздылық өзгергіш болады. Екінші, батиалды қабат 200 метрден 1500 метр тереңдікке дейін. Жарық тек оның жоғарғы қабатында ғана байқалады. Судың механикалық араласуы бәсең, тұздылық мөлшері тұрақты. Үшінші, абиссальды қабат 1500 метр тереңдікте жатады. Күн сәулесі мүлдем түспейді. Температура тұрақты және өте төмен болады. 4 градустан аспайды. Өсімдіктер кездеспейді. Бірақ жануарлар терең мұхит шұңғымаларына дейін кездеседі. Тіпті Мариан шұңғымасында да тіршілік байқалады. Теңізге шығатын жолы бар көптеген мемлекеттер қалдықтарды теңізге немесе мұхит түбіне көму факторлары байқалады. Теңіз түбіне қалдықтарды көму дампинг деп аталады. Дүниежүзілік мұхитты ластаушылардың ішіндегі 10% осы көмілген қалдықтар болып есептеледі. Теңіздерге қалдықтардың көмілуіне бақылау жүйесі ұйымдастырғанда, олардың қасиеттері мен теңіз ортасының сипаттамасына сәйкес дампинг аудандарын немесе мұхит немесе теңіз суларына қалдықтар көмілетін аудандарды белгілеу керек. 1972 жылы Лондон конвенциясының дампинг бойынша негізгі талаптары белгіленді. Бірінші, тасталынатын материалдың санын, жағдайын және қасиеттерін білу керек. Сондай-ақ олардың уыттылығын, тұрақтылығын, сулы ортада және тірі ағзаларда жинақталуы мен биотрансформациялану қасиеттерін бағалау. Екінші талап, қалдықтарды реутилизациялау мен залалсыздандыру және бейтараптандыру мүмкіндіктерін қарастыру. Үшінші талап, қалдықтар тасталатын аудандарда олардың максималды еруі, тасталған жерден таралуының ең аз шамада болуы, гидрологиялық және гидрофизикалық шарттың қолайлы есебі болатындай таңдау керек. Төртінші талап, қалдықтар тасталатын аудан балық көбейетін және уылдырық шашатын, сирек немесе өте сезімтал гидробионттар түрлерінің мекен ету ауданынан
демалыс аумақтарынан және шаруашылықта пайдаланатын аймақтардан алыс болуын қамтамасыз ету. Дампинг аудандарында ортаның химиялық ластануына бағалау, тегіс су мен түпкі шөгінділердің ластану деңгейінің динамикасы мен теңізге тастауға мүмкін болатын қалдықтар мөлшерін есептеу үшін тасталатын заттар құрамындағы барлық ластаушы заттар үшін баланстық есептер шығарады. 13-ші дәрістің соңы.